кеш, ханымдар. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, ханымдар. Қалдарыңыз қалай? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Мені жақсы көріп тұрсыздар ма, естіп тұрсыздар ма? Естіп тұрсаңыздар, көріп тұрсаңыздар, қосу белгісін жіберсеңіздер, мен түсінетін боламын. Сіздердің мені көріп естіп тұрғандарыңызды. Нұрәлі дейді Нұрман. Қайырлы кеш, қайырлы түн. Ұйықтайын деп жатқандарыңыз болатын болса, қайырлы түн деймін. Қайырлы түн. Барлықтарыңыз көріп естіп тұр екенсіздер. Неге екенін білмеймін, өз телефонымнан еш инстаграмға шыға алмадым. Прямой эфир қосылады да, 1 секундтан кейін завершен деп шығып кетіп жатыр. Саламатсыз ба, жаңа жылыңыз құтты болсын дейді. Рахмет. Рахмет, саламатсыздар ма, кеш жарық, қайырлы түн. Қалдарыңыз қалай? Мені біраз жоғалтып алып жатқан сияқтысыздар. Иә, аздап болса да естігенде боларсыздар. Еліміздің бас қаласы Астана қаласына көшіп келіп, осы жерде қоныстанып жатырмыз. Аздап үлгермей жатырмын, көп затқа өзімнің ісіме деген сияқты. Енді бір кішкене шыдау керек. Міндетті түрде посттарда жазамын. Уақыт әрине бөлінеді міндетті түрде. Дәл қазір аздап үлгермей жатырмын. Қалыңыз қалай, Жанар ханым, Қаламқас ханым, қайырлы түн. Рахмет, өте керемет. Қазір кішкене жай сөйлеп тұрмын, естіліп тұрған шығар. Ұлым ұйықтап жатыр. Соның ұйықтағанын күтіп, сіздерге шығып жатырмын. Мен де сіздерді сағынып қалдым. Инстаграмымды сағынып қалдым, былай айтқанда, WhatsApp'ымды сағынып қалдым. Қол тимейді деп айта алмаймын, бірақ мүмкіндіктер мүлдем болмай жатыр. Бос уақыт мүлдем болмай жатыр. Рахмет, Жанагүл ханым. Мен бірден бастап кетейін, өйткені білмеймін, оянып кете ма, оянып кетпей ма. Мен бүгін арнайы шығып отырмын. Ойымда да бар, жай ғана тікелей эфирге шығу емес, арнайы тақырыптармен. Бұл тақырыптарда аз да болса да менің көмегім болсын деген бір оймен. Рахмет, Самал ханым. Қайырлы кеш, қайырлы түн. Қайда көштіңіз дейді. Мен Астана қаласына көштім. Бүгінгі тақырыбым өз-өзіңе сенімділігіңді көрсету. Оның қазақшасын білмеймін енді қалай аталатын, психологияда невербалика деп аталады. Ол біздің іс-қимылымыз арқылы келесі адам біздің ойымызды, ісімізді, біздің барлық өтірік айтып тұрмыз ба, сенімді болып тұрмыз ба деген сияқты істерімізді оқи алады. Біздің іс-әрекетімізге қарай, қимылымызға қарай және сөзімізге қарай. Әрине, бастысы бұл іс-әрекет. Өз-өзіңізді қалай ұстап отырсыз, қалай көрсетіп отырсыз. Ал айтып жатқан сөзіңіз, әңгімеңіз содан кейін ғана қабылданады келесі адамда. Мысалы дейік, үлкен компанияларда болсын, жай компанияларда болсын, жиналыстар өте көп болады. Сонда байқасаңыздар, өте көп басшылар келіп жиналыс өткізген кездегі іс-қимылдарын, олар өздеріне сенімді ма, сенімді емес па, бірден іс-қимылдарынан байқауға болады. Әсіресе лидерлерді. Оның бәрін қазір менің сол 4 бөлігін, басты бір 4 бөлігін, әрине бөліктері өте көп, соны мен айта кетемін. Самал ханым, рахмет, қандай керемет, кездесеміз, шай ішеміз. Қайырлы кеш.
Ажар ханым, мен де сіздерді сағынып қалдым. Көру үшін дейді, өте қуаныштымын. Ал кеттік, е? Уақыт өткізбейік. Өз-өзіңе сенімді екеніңді көрсету үшін. Әсіресе бұл менің қазіргі беріп жатқан техникаларым, бұлай іс-қимылдар десек те болады. Ертең әңгімелесуге, собеседование дейміз ғой, барар адамдарға өте көмегі күшті болады. Бірінші, ортада өзіңізді еркін ұстау. Мына ортаны, пространство дейміз ғой, өзіңізге бір ыңғайлы ретінде қабылдау. Біріншіден, жаңа бір айтып кеттім, өткізіп жатқан мен сөздерге жауап бермеймін, сұрақ бірдеңе қойып жатсаңыздар, мен оқымай ақ қояйын, біраз. Сәлеметсіз, қайырлы түн. Жиналыс өткізіп жатқан адамдарды байқасаңыздар, бірде келген басшылар жиналыс өткізген кезде бірден мысалы дәптері, қолында немесе блокноты бірдеңе болғанда, алдында бір 10 шақты, 20 шақты адам отыр дейік. Келді, енді мені көрініп тұрмын ба, көрінбей тұрмын ба. Келіп отырды да, қалай сіздерге, мысалы сізге түсіндіріп жатыр болған оқиғаны, немесе бірдеңені бұйырайын деп тұр, е? Өзінің қалай сезініп тұрған, денесінен, сөзге емес, тек денені қабылдаймыз. Бірінші, денеге мән береміз. Ол кісі келді де бұлай отыра қалды ма, денесі түспе, иықтың бәрі жабылып, дененің бәрі жабылып, осылай отыра қалып, әңгімесін, мүмкін басын төменге түсіріп қойып, бірдеңесін сөйлеп, басын көтеріп, түсіндіңіздер ме деген сияқты әңгімесін жалғастырып кетуі мүмкін. Бұл адамның біріншіден өз-өзіне аздап, мүмкін дәл сол оқиғада, дәл сол кезде өзіне сенімсіздігін білдіреді. Жабылу. Айтады ғой, көбіне енді барлықтарыңыз білетін шығар, сіздер жабылма дейді. Егер былай тұратын болсақ, өз-өзімізді былай ұстап тұратын болсақ, біз информацияны қабылдағымыз келмеген кезде, әңгімені естігім, тыңдағымыз келмеген кезде бір келесі қарама-қарсы адамды, немесе мені қазір сабақта, мысалы, немесе жұмыста мені шақырмаса екен, менен ештеңе сұрамаса екен, мен дәл қазір дайын емеспін, мен сөйлегім келмейді деген кездерде біз былай жабыламыз. Қолымызды не былай қоямыз, жабыламыз. Енеміздің бәрін өзімізге жинап аламыз. Сол арқылы біз өз-өзімізге сенімсіздігімізді бірден көрсетеміз. Не істеу керек? Сенімділігімізді көрсету үшін, біріншіден ашылу керек, еркін отыру керек. Лидерлер, өздеріңіз байқасаңыздар, лидер адамдар өздерін қалай ортада ұстайды. Еркін, осанкамыз, мына омыртқамыз тіке, басы тіке, подбородок дейді ғой, мына жер тіке, басты бір өр көкірек адам сияқты болып көрінгенмен, ол адамның өз-өзіне деген сенімдігін көрсетеді. Иықтың бәрі ашық, қолдың бәрі ашық, аяқтарымыз, аяғымды көрсете алмаймын, ренжімеңіздер, аяғымыздың бәрі еркін, денеміздің бәрі еркіндікте. Келіп жиналыс өткізгеннің өзінде еркін, кейбір кезде тұрып кету мүмкін, сөйлеп жатып айтып кету мүмкін, түрлі қолдармен неше түрлі жесттер жасау мүмкін. Бұның бәрі нені айтады? Бұл өз-өзіне сол адамның сенімділігін айтады. Сол оқиғаға, сол сәтте айтып тұрған сөзінің бәрін сенімділігімен көрсетеді. Ал мына бірінші вариантта көрсеткен адамын, біріншіден өз-өзіне сенімділігін, сенімсіздігін көрсете отырып, ол айтып жатқан әңгімесін келесі адам тыңдамауы мүмкін. Немесе, мысалы, кейбір кезде болады, ол жиналыстарда әсіресе, жиналыс демей-ақ қояйын, мысалы, бір адаммен кездесуге бардыңыз. Сіз ол адамның сіздің әңгімеңізді тыңдап, түсініп, және жай ғана түсініп қоймай, соның нәтижесі болғанын қалайсыз. Бір ары қарай іс-қимылдың болғанын қалайсыз. Сол кезде, егер сіздің жабық денеңізді байқайтын болса, ол адам, егер ол адамның осы жақтан білімі болатын болса, сіздің айтып жатқан әңгімеңіздің барлығы ол адамға жетпеуі мүмкін. Оның миына жетпеуі мүмкін.
Өйткені сіздің денеңіз арқылы сөзіңіз, интонацияңыздың бәрі өзгереді. Бұл бір. Сондықтан бірінші тәсіл ашық отырамыз, өзімізге сенімділікті білдіреміз, осанкамызды көтереміз, тұрсақ тұрып тұрғанның өзіне өзімізді еркін, ашық ұстаймыз. Сонда біздің айтып жатқан сөздеріміздің барлығы толықтай жеткілікті болады. Қарама-қарсы адам сізді толықтай түсінеді, естиді, ең бастысы. Екінші, мысалы, жаңа басында айтып кеттім, собеседование, әңгімелесуге бір компанияға жұмысқа тұруға сіз бардыңыз делік. Мүмкін сіз ол компанияның кадр бөлімінің басшысымен сөйлесерсіз, қазіргі уақытта HR немесе директормен кездесерсіз. Ең бастысы сіз сол шешімдерді қабылдайтын адамдармен кездесесіз, сізді жұмысқа қабылдау. Екінші, бұл интонацияға, әңгіме, сөз, танысу арқылы. Кешіріңіздер. Мысалы, кірдіңіз, амандасу сәті. Сәлематсыз ба? Менің атым Жанар. Интонацияны естіп тұрсыздар ма? Сөз жоғары қалай көтерілді. Өз атыңызбен. Сәлематсыз ба? Менің атым Жанар. Жоғары көтердіңіз. Бұл сіздің өзіңізге сенімсіздігіңізді бірден білдіретін интонация сөздің бірі. Неліктен? Жоғары көтерілгеннен сіз өзіңізге мына қобалжу, ішкі дүниенің барлығы бірден сіздің интонацияңыздан белгілі болып тұрады. Не істеу керек? Танысқан кезде. Сәлематсыз ба? Менің атым Жанар. Төмен қарай кетіп тұрғанын байқадыңыздар ма? Сәлематсыз ба? Менің атым Жанар. Өз атыңызға нүкте қойдыңыз. Және асықпай, әдемілеп созып айттыңыз. Осы интонациядан бірден сіз ол адаммен қарым-қатынасыңызды тікелей байқайсыз қандай болып тұрғаны. Көз қарасын, өйткені сіз өзіңізге сенімді болып кірдіңіз бұл жерге. Бұл екінші интонация. Танысқан кезде, амандасқан кезде бірден жоғарыға көтермейміз, төменге түсіреміз атымызды. Бұл айтқанда сәлематсыз ба? Үтірді дұрыстап көрсеттік, кішкене пауза жасадық та, менің атым Жанар. Өзіңізді нық айттыңыз атыңызды. Бұл екінші. Ал енді үшінші. Әрдайым кіммен сөйлессеңіз де, әңгімелесу болсын, немесе жиналыс болсын, бір адаммен кездесу болсын, қандай жағдайда да адамға тіке отыр. Денеңізбен, аяғыңызбен, аяғыңыздың басының бәрі сол адамға қарап тұру керек. Бұлай емес, тіке. Денеңіздің барлығы толықтай корпус дейді ғой, барлығы. Бұлай отыруға болмайды, немесе бұлай отыруға. Мысалы, мен өте көп кездестіремін. Бұрынғы мен жасаған компаниямда, HR болып жұмыс жасаған, әңгімелесуге өте көп адамдар келеді. Сенімсіздігін бірден көруге осы арқылы мен сол компанияда қолданған техникаларымның бірі. Келген кезде менің үстелім осы, алдыма келіп екі орындыққа отырады дейге. Отырған кезде мүмкіндік бар тіке отыруға, немесе жанымен отыруға. Сенімсіз адамдар бірден келеді де, біріншіден мен бұйырған орынға отырады көбіне. Мына жерге отырыңыз деген кезде өзінің қалаған орнына емес, өзіне ыңғайлы орынға емес, мен айтқан орынға отырады көбіне. Ал өз-өзіне сенімді адам біріншіден кіргеннен ол ашық, әдемі болып, интонациямен дұрыс атын амандасып кіреді де, мен айтып үлгермей, өзінің қалаған орнына отыра кетеді. Бұның бәрі сенімділікті көрсетеді. Өзімшілдік емес, бұл сенімділік. Адамның өз-өзінің ұстауы. Қарама-қарсы дедік, Ал былай отырып, жанымен отырып сөйлесу,
немесе көбіне кейбір кезде болады ғой, бір жиналыстарда дейік, бір жерлерде жарайды, кафеде бірдеңеде болсын, біз былай отырып сөйлесе саламыз. Біріншіден, бұл сенімсіздікті білдіретін ол бір. Екіншіден, сіз сол адамды сыйламайтыныңызды білдіреді. Біріншіден. Екіншіден бұл. Үшіншіден, сіз ол адамның айтып жатқан әңгімесін мен тыңдағым келмейді, маған аса қызықты емес сіздің әңгімеңіз деген сияқты біз осылай жасаймыз. Қимыл жасаймыз. Маған қызықты емес сіздің әңгімеңіз. Түсінікті ғой, менің айтып жатқан заттарым түсінікті ма? Өз-өзімен сөйлесіп отырған сияқты түсініп жатсаңыздар, плюс қойсаңыздар. Мен комментариялар оқып жатқан жоқ, плюстерді көремін деп ойлаймын. Ал комментарияны қай жерден өшіреді? Мен білмейді екенмін комментария өшіруді. Ханымдар, айтып жіберсеңіздер болады. Түсіндіңіздер ма? Екі осы іс-қимылда. Көріп жатырмын. Иә, көпсіне түсінікті деп ойлап тұрмын, керемет. Ары қарай кеттік. Тіке қарау. Түсінікті ғой, Тіке қараймыз. Тіке отырамыз, тіке тұрамыз. Артпен көбіне бұндай жағдайлар болып жатады. Біреумен сөйлесіп бара жатып, жүріп бара жатып, біз былай сөйлеп бара жатамыз. Арқамызбен. Артымызды көрсетіп. Бұның бәрі сол адамды былай айтқанда менсінбеушілік деп айтпайық, сол адамға деген сыйластығымыздың жоқтығын білдіреді, және өз-өзіңіздің сенімсіздігіңізді білдіреді. Қарама-қарсы отыруды түсіндіңіздер, Отыру, тұру міндетті түрде әрдайым тіке отырамыз, қараймыз, тұрамыз. Ал енді еркін отырдық, тіке қарадық, амандасқан кезде интонациямызды дұрыстадық, кірген кезде өз-өзімізді өте сенімді екенімізді білдірдік. Енді осының бәрін ары қарай әңгімеміз жалғасу үшін не істейміз? Дұрыс жалғасып, сол кездесуден, сол жиналыс дейік, сол әңгімелесу дейік, собеседование, нәтижелі, дұрыс бір-біріңізді дұрыс түсіністікпен аяқтау үшін әңгімені міндетті түрде не істейміз? Тіке көзге қараймыз. Бұлай қарап сөйлесуге болмайды. Немесе сол адамға қарап отырсыз, бірақ бірдеңе әңгіме айтып жатып, бұлай мына жаққа қарайсыз, мына жаққа қарайсыз. Бірақ ана адамды сіз тыңдап отырсыз, немесе әңгімеңізді айтып отырсыз. Бірақ сіз ол адамның көзіне еш қарамайсыз. Бұл сенімсіздікті білдіреді. Міндетті түрде әрдайым қандай адам болсын, егер ол адам сіз үшін маңызды болса, ол адамның әңгімесі маңызды болса, және ол адамнан қажетті информацияны дұрыс алғыңыз келсе, немесе өзіңіздің сол адамға деген сезіміңізді білдіргіңіз келсе, және өзіңізге деген сенімділігіңізді білдіргіңіз келсе, міндетті түрде әрдайым тіке қараймыз көзіне. Аузына емес, мұрнына емес, шашына емес, денесіне емес, көзіне қараймыз. Түсінікті ма? Ал, енді оқимын деймін. Сонымен, ортада еркін отырамыз, дұрыс амандасып өзіміздің атымызды айтамыз. Қарама-қарсы, міндетті түрде аяқтарымызда қарама-қарсы тұру керек сол адамға, бұлай да емес, және тіке қарау, көзге қарау. Осы берер менің 4 техникам. Керемет кездесудің нәтижелі болу үшін, өз-өзіңізге сенімділігіңізді көрсету үшін, және маңыздылығыңызды білдіру үшін, және ол адамды сізге маңызды екенін білдіру үшін. Осы 4 техниканы қолдансаңыздар керемет болады. Ал мен оқимын сіздердің.
жазғандарыңызда. Қатып қалып тұр. Менде ештеңе қатып жатқан жоқ. Бәрі көрініп тұр ма? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы түн. Қаламқас, нәтижеде картада жұмыс істепсіз ғой, иә дейді. Иә, жұмыс жасадым, әзірше сол жерден декреттемін. Бала күтіміндемін. Де қуаныштымын, мен де қуаныштымын. Ал, сұрақтарыңыз бар ма? Жанар ханым, тренингтен жалғасы қашан болады? Так, тренингті тұра тұрыңыздар. Осы берген техникаларын түсініңіздер бе? Жарасым, жалғасы қалайсыз дейді. Керемет, күштімін. Тренинг қашан бастайтын ойыңыз бар? Адам, мен ренжімеңіздер, мен кішкене зрением орташалау. Адам реніштен айығатын техниканы жасаса да, реніш бәрібір жүректе қала бере ме дейді. Былай айтсақ болады. Адам реніш біріншіден қанша техника жасағаныңызбен, ол бәрібір мида. Егер сіз ол ренішті жібергіңіз келмесе, ол адамды кешіргіңіз келмесе, қанша техника жасасаңыз да, дәл сол кезде көмектеседі де, артынан қайталанып келе береді миыңызға. Сондықтан кешіруге тырысу керек. Мен өз тренингімде арнайы техникалар беремін. Жүректен орын беруге, жүрекке орын бергеннен кейін, әрине, сізге аз да болса да тынышталасыз жүрегіңіз. Ой, Замзагүл ханым, жақында қайтадан еститін боласыздар аудиозапистерімді. Түсіндім, рахмет дейді Рошан ханым, рахмет сізге де. Дәл қазір осы жерде мені отырып, мені тыңдап отырғандарыңыз үшін алғысым шексіз, рахмет сіздерге айтамын. Түсінікті дейді. Менің ұлымның дауысы аздап шығып жатыр. Тренинг бойынша осы не 17-сі, не 20-сы қаңтар айының жаңа жылға жаңару тренингімді жаңару деп атап, қайтадан қайталама өткіземін. Жазылып жатқан адамдар өте көп, сол адамдарға өткіземін. Міндетті түрде парақшамда хабарлама шығарамын. Маған тіркелген адамдардың барлығына хабарлама жіберемін. Ол бірінші. Екінші, мен сол жаңа жылға жаңару тобында, әзірше қаншама ханым әлі де бар, ол топта жатқан жоқпын. Сол топтағы ханымдардан, былай айтқанда, сұрау арқылы ақпан айында 4-ші тақырыпты таңдадым. Ханымдар, егер тыңдап отырсаңыздар мені, подсознание. Ой, менің ұлым келе жатыр. Сол подсознаниемен жұмыс жасайтын боламыз. Бейсана дейді ғой. Қазақшасы енді кішкене бір түрлеу, бірақ түсінікті болу үшін бірден орысшасын айтып отырмын. Және де менің сол жаңа жылға жаңару арнайы тобымда міндетті түрде жаңа бір қысқаша бір тренинг өткіземін деуге де болады, қосымша сол кісілерге арнайы. Сондықтан маған аздап қиындап болып кетпеу үшін мен ақпан айына қойдым. Жаным сол келе ғой. Кеш. Балапаным мен. Келе ғой. Неге оянып кеттің сен? Доным сол келе ғой. Сені көреді ме екен? Мұны менің ұлым келді. Жаным сол. Опа. Таным. Кім келді? Қайда? Сәлем де. Әтелерге сәлем деш. Айтшы, сәлем деш. Бұл менің екінші ұлым. Кішкентай. Я, сәлем де. Я, аты Жәңгір. Ал түндеріңіз
Тыныш болсын. Бір оқып жіберейін. Мына түс енді жерге. Оппа. Берем. Мә, саған берем. Мә. Кешіріңіздер, аздап менің ұлым ренжіп тұрған сияқты. Міне. Учамыз. Аха. Мына жерге көр. Кешіріңіздер. Бұндай жағдайлар болады деп ойлаймын барлықтарыңызда. Баласы бар әйелдер мені түсінеді деп ойлаймын. Рахмет. Керемет, қандай күшті. Тұра тұрыңыздар, мен басынан бастап алайын, біразын өткізіп олыппын. Тренинг бағасы қанша болады? Подсознание бойынша, бейсана бойынша әзірше бағасын қойған жоқпын. Нақты менің толықтай тапсырмаларым дайын болмағандықтан мен әзірше білмей тұрмын. Жанар ханым, миды жаман ойдан қалай тазартуға болады? Бүгін ғана бір ханым маған WhatsApp'та жазған еді. Қазір жауап берем. Подсознание керемет. Так, Жанар ханым, менің өмірім 180 градусқа қарай өзгеріп бара жатыр. Қандай күшті, сіз үшін қуаныштымын. Сізге алғысым шексіз дейді. Мен де сізге алғысым шексіз. Азыға күтудеміз. Тәтті бола, иә. Бұл менің ерекше тәтті болам. Өзен соқтырдың. Мама, қоса. Мен тез оқып алайын бәрін. Сіздерден. Мына. Ары қарай кеттік. Жанар ханым, қалыңыз қалай? Керемет, Жанар ханым. Күштімін. Сізді сағынып қалдым ғой дейді. Мен де сіздер сағынып қалдым. Мен де сізді сағынып қалдым. Жаңару туралы бағасы 1-2 мың теңгеге ғана өзгеріс болады. Аса өзгермейді. Жаңа жылға жаңарудағы бағасы 2 мың теңге болған еді. Сондықтан аса бір қатты өзгертпеймін. Ойымдамаңыздар. Бірақ бұл жолы адам саны топтағы шектеулі болады. Соны алдын ала айтып кетейін. Сәлематсыз ба, Гүлнар ханым? Аяулы ханым, сәлематсыз ба? Қалыңыз қалай? Түсінікті деп ойлаймын да, ханымдар? Бүгінгі берген техникаларым бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Ертең әңгімелесуге, собеседованиеге баратын ханымдар барсыздар ма? Қолданып көріңіздер, міндетті түрде әрдайым қолдануға тырысыңыздар. Онлайн түрінде семинар емес тренинг WhatsApp'та арнайы топта өтеді. 2 күнде бір рет тапсырма беріп отырамын. 2 күн уақытыңыз болады ол тапсырмаларды орындауға, қалаған уақытыңызда. Және маған жеке өз нөміріме әсерлеріңізбен бөлісіп отырасыздар. Ол топ тек менің тапсырма беруіме арналады. Қайырлы түн, Жанар ханым. Түніңіз тыныш болсын. Әумин, рахмет, Ажар ханым. Сізге де тыныштық берсін. Өзіңіз дейді. Керемет, Аяулы ханым. Мудро деген не? Мудро дегенді түсінбедім. Ол не? Ой, мен техника естімей қалдым, қайталайсыз ба? Жоқ, қайталамаймын, осы қазір эфирді сақтап қоюға тырысамын. Қайталап өзіңіз көріп шықсаңыз болады. Назгүл ханым, өте қуаныштымын, қалыңыз қалай? Сізге ұнаса қуанамын. WhatsApp'пен жақсы екен, менде камера жоқ дейді. Бірақ негізі камера керек болатын уақыттарда болады. Сондықтан камераны қажеті болатын кездер болады. Ал ханымдар, түндеріңіз тыныш болсын, ұйықтайтын уақыт болды. Бірақ менің ұлым жартылай ұйықтап оянып кетті, ары қарай ұйықтатайын. Ой, рахмет. Рахмет. Қуаныштымын. Аздап өзі
кальямнан шығып кеткен едім, міне қайтадан оралып жатырмын сіздерге. Өте жақында қайтадан посттарымды жасап бастаймын, сіздерге пайдалы болуға тырысамын. WhatsApp нөмірім менің парақшама кірсеңіз, қазір биода прям WhatsApp деп тұр, соған бассаңыз маған тікелей шығасыз WhatsAppқа. Эфирді сақтап қоямын, қайтадан қарасаңыздар болады, тыңдасаңыздар болады. Ал өздеріңізге әрдайым сенімді болып жүріңіздер, еркін ұстаңыздар, тіке қараңыздар, тіке қарап отыруға тырысыңыздар, тұруға тырысыңыздар, және амандасқан кезде дұрыс амандасамыз, интонациямызда. Түндеріңіз тыныш болсын. Бақыт тілеймін барлықтарыңызға. Армандарыңыздың барлығы осы 2018 жылы орындалсын деп тілеймін, ханымдар. Мені қарап отырған ханымдардың барлығына өз махаббатымды жіберемін. Жүректеріңіз ашық болсын, әрдайым махаббатқа толы болсын деп тілеймін. Қарағандыға келіп тұрамын әрине. Рахмет дейді. Сіздерге де рахмет. Түндеріңіз тыныш болсын. Мен сіздерді сүйдім. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар. Қайырлы түн.